Көзі көрмейтін шал ұры қызды ұстап алып, өзінің ұрпағын жалғастыруға шешеді. Сәлем достар, сіздермен Кинотайм каналы. Бүгін біз «Не дыши» деген фильмге қысқаша шолу жасайтын боламыз. Бұл фильмнің басты кейіпкерлері Рокки, Алекс және Мэнни. Фильм басталған сәтінде осы үшеуі бір үйді тонап, терезелерін сындырып қашып кетеді. Барлығы сәтті аяқталғаннан кейін Мэнниге бір соғыс ардагері бар. Жақында оның қызын машинаға қағып кеткен. Қызы қайтыс болғаннан кейін оған $300,000 ақша берген дейді. Сөйтіп Мэнни ол туралы достарына айтып жатса, Алекс тұрып, бірақ бізді ұстап алса 10 жылға қамайды ғой дейді. Мэнни оған сенен тек қана кілт керек болды дейді. Сәлден кейін Алекске сообщение жібереді. Сен дайынсың ба деп. Сөйтіп кешке жақын нақты шешімге келіп, үшеуі жаңағы шалдың үйін зерттеуге барады. Үшеуі тоқтап әңгімелесіп отырса, бір ит келіп оларды қорқытып жібереді. Сөйтсе ол ит анау шалдың иті екен. Ал шал